Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге семиттің рецептімен бөлісетін боламын. Оны жасау үшін ең алдымен қамырын илейміз. Ыдысқа жылы суды құямыз. Оған қант қосамыз. Ашытқы қосамыз. Енді осы заттардың барлығын қосып болған соң венчикпен араластырып аламыз. Енді електен ұнды өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен ұнды өткізіңіздер. Сол кезде қамыры жақсы болып көтерілетін болады. Одан кейін тұз қосып жібереміз ұнның үстінен. Енді осы қосылған заттардың барлығын венчикпен бір араластырып, қажет болса тағы да ұнды қосып, қолмен жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Енді барлығын дәл осылай араластырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз илеуге келген кезде дәл осындай оның үстінен күнбағыс майын құйып жібереміз. Одан кейін енді осының барлығын жақсылап тұрып араластырып, жұмсақ етіп қамырды илейтін боламыз. Енді дәл осы иленген қамырды жылы жерге 40 минутқа қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді көтерілген қамырды ыдыстан аламыз. Енді осы қамырды қазір біз бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Мен 8 бөлікке бөліп шықтым. Яғни менде 8 дана семит дайын болады. Енді осы қамырды зуалап алған соң оны шамамен 30 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін осы қамырды дәл осылай қолмен жақсылап жайып, семиттің формасына келтіреміз. Видеодағыдай қылып жасаймыз. Ұзынша етіп ең алдымен созып алып, одан кейін оны орап, астыңғы жағын осылай біріктіретін боламыз қамырдың екеуін. Одан кейін оның бетіне су мен балдан жасалынған суды алып, щеткамен дәл осы қамырдың бетіне жағып шығамыз. Су мен бал менде бұл. Енді біз бағанағы біздің күніштімізге дәл осы қамырды аунатып аламыз. Сол кезде қамырдың барлығы дәл осылай беткі жағының барлығы күнішт болады. Енді қалған семиттерді де дәл осылай жасап, 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минуттай уақыт пісіреміз. 20-30 минут. Сонымен семит дайын, дәмі өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Ал енді дәл қазір мен осы бір семитті алып, ортасы бөліп көрейін. Дәмі өте керемет. Егер де видео ұнап жатса, соңына дейін қарап, дәл осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.